Саз, әуен бұл сөздерді оқығанда немесе естігенде көңілде бірден Балқадиша, әдемі қыз, Бозторғай сияқты халық композиторларының терең сазды, назды әндерінен бастап Шәмшінің салтанатты вальстері, сырлы, сұлу туындылары еске түседі. Ескіні еске алсақ, бүгінгі күні әуенді жаны сүйетін шығармашылыққа қадам басқандар саны артып келеді. Қымбатты көрермен, ендеше біз бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Арнадан алыстамаңыздар. Қымбатты көрермен, бүгін Танысбол айдарында сіздерді атыраулық жерлесіміз, талантты әнші, вокалист, сондай-ақ вокалотерапия бағыты бойынша тәлімгер болып жүрген ерекше кейіпкермен таныстырамыз. Ол тек әнші ғана емес, сонымен қатар вокал саласын зерттеп, өнер арқылы шабыт сыйлайтын жан. Ендеше оның шығармашылығы мен ерекше әдістері туралы толығырақ білу үшін бірге тамашалайық. Өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын, бәлкім бақытсыз. Кейде өзімді ойламай, жебір жанды шын қуантып аламын, бәлкім ұнайды. Кімге уақыт текке кетті, кімге аз, кімге қатты өкпеледім, кімге мәз. Үмітім үзілмесінші жақын таңдарда, жанымды емдейтін адамым кездесер, қатемді көрмейтін адамым кездесер, әніммен тербейтін адамым кездесер бір күні. Барымды теңдейтін адамым кездесер, күткенді жерлейтін адамым кездесер, ауырлық сезбейтін адамым кездесер бір күні. Мен өзімді ойламай, кей сәтте тура жол табуға асықтым, бәлкім адастым. Кімге уақыт бақ жетті, кімде тұр, кімге бақыт барып кетті, кімде жүр, кімге уақыт текке кетті, кімге аз, кімге қатты өкпеледім, кімге мәз. Үмітім үзілмесінші жақын таңдарда, жанымды емдейтін адамым кездесер, қатемді көрмейтін адамым кездесер, әніммен тербейтін адамым кездесер бір күні. Барымды теңдейтін адамым кездесер, өткенді жерлейтін адамым кездесер, ауырлық сезбейтін адамым кездесер бір күні. Жанымды емдейтін адамым кездесер бір күні. Шамамен 40-50 шақты оқушыларым бар. Ересек адамдар және де балалар
Жетістіктер біздер Қазақстанның ішінде де көптеген конкурстарға барып жүрміз. Алматы, Астана, Ақтау, Түркістан қалаларында болған болатынбыз. Оқушыларым көбінесе алатын орындар ол бас жүлдемен бірінші орын. Себебі біздер ұзақ дайындалып, жақсы жетістікке жетуге дайындалып барамыз. Және де тек қана Қазақстанда емес, халықаралық деңгейдегі конкурстарға көп барамыз. Айта кетсек, Ташкент, Стамбул және де Дубай қалаларында біздер өнер көрсеттік. Жалпы бұрын сонда тек қана ән айтып, өзім ғана даму үстінде болдым. Бірақ та менің тәлімгерлігім бар екенін мен өзімнің ұстазым арқылы білдім. Жалпы сол кісі мені бағыттаған болатын. Тәлімгерлікте көптеген қызық оқиғалар болды. Оқушылармен жарысқа дайындалып жүрген кезде көйлегімізді ұмытып кетіп, немесе шетелге барған кезде оқушыларым өлең сөзін ұмытып қалып, сондай моменттер болды. Бірақ та әр қандай ситуация болмасын, оқушыларды ең бастысы мықты болуға дайындаймын. Қызық оқиғаларды айта кететін болсам, сахнаға шығып бара жатқан кезде оқушымның көйлегін арты салынбай қалған болатын. Бірақ та сонда да бала болса да ол өзіне деген жауапкершілікті сезіне білді. Көйлегін тік ұстап, өз-өзіне күлмей, жыламай, күшті қылып сахнада ән айтып шыққан болатын. Және де гран-при алды сол кезде. Ән деген ол жеке бір терапия ғой, былайша айтқанда. Жалпы ән айтқан кезде жаның рахаттанады. Ән айтқан кезде сенің ішкі жан дүниеңдегі бүкіл жаман энергия, соның барлығын шығаруға көмектеседі. Мен көбінесе енді вокал жағынан және де актерлік қабілетті дарыттым десем болады. Бала кезімде атам маған әрдайым ән айтатын. Апам домбырашы болса да, бірақ та халық әндерін домбырамен отырып айтатын. Кішкентай кезімде енді бесік тербетіп отырып, біз саған өлең айттық, сен кішкентай болсан да біз саған өлең айтып жүрдік деп маған атам айтатын. Жалпы балаға өнер туа біткеннен дариды. Бірақ та оны ары қарай алып кету керек. Ал менің атам мен отбасым маған сол өнерді одан сайын өрбітті десем болады. Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайына сипаған, жылы киіп жүр бала. Айша Бибі әншілік жолдан бөлек вокалдың терапиялық әсерін зерттеп, оның шәкірттері жылдан жылға көбейіп келеді. Вокалдан сабақ беріп жүргеніне бар болғаны 3 жыл болса да, осы уақыт ішінде Қазақстаннан тыс шет елдерге шығып, бірнеше қалаларда өнер көрсетіп, жетістікке жетіп үлгерді. Pourquoi ce chant n'est tout commencé? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu par où je lui emmule, sale dans mes trous, il dernier danser. Pour oublier ma peine immense, j'ai vraiment fait que tout commence. Oh ma douce souffrance. Je mets le ciel, je la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel, et je danse, 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 danse. Вокалотерапия дегеніміз ол адамның психологиялық тұрғыдағы состояниясы және де өнердегі ашылуын біріктіру. Халықаралық деңгейде вокалотерапия көп қолданылады, бірақ та Қазақстанда қолданылуы аз. Вокалотерапияда не емделеді, былайша айтқандай терапия деп тұрғасын, көбінесе врачтар жібереді, яғни невропатологтар біздерге мысалы оқушыларды жібереді. Қазіргі таңда мысалы ЗПР, ЗРР, тілмен көптеген проблемалар көп. Және де осы вокалотерапияға баланы алып келген кезде балада дұрыс
демалу жақсарады, дұрыс сөйлеу, әріптерді дұрыс сөйлеу, артикуляция, яғни банағы тіліміз бізде жақсы дамиды. Бұл тек қана балаларға емес, және де ересек адамдарға да мол пайдасы бар. Егер де адам ұялшақ болса, дауысы жай шығады. Егер де адам өз-өзіне банағы бүкіл проблемаларды ішке сақтайтын болса, адам даусында діріл пайда болады, яғни вибрация қатты болады. Сол арқылы мен уже адамның состояниесін білемін. Мысалы, адамдар болады да, слухы бар адамдар болады. Слухы бар адамдар уже ән айтуды қандай ләззат беретінін біледі. Ән айтқан кезде рахаттанады, ал вокалотерапияға келген кезде уже адам проблемамен келеді. Яғни стресс, депрессия, банағыдай тіл жағынан проблемалармен да. Мысалы, қазір көптеген адамдар бар, әлі де заикание, банағыдай ыр немесе ыл әріптерін айта алмайтын адамдар болады, ересек адамдардан. Сол проблемаларды шешеміз. Яғни ән айту арқылы, ән жаттығулар арқылы біздер тілімізді дұрыстаймыз, демалуды дұрыстаймыз. Адам дұрыс демалып, дұрыс сөйлесе, жақсы ән айтады. Жақсы ән айтса, демек жақсы көңіл-күй пайда болады, ләззат алады деген сөз. Қазіргі таңда бізде хормен жұмыс болып жатыр. Бұл менің алғашқы хорым. Осы оқушыларының әрқайсысы мен үшін өте ыстық. Біздің оқушыларымыз халықаралық дәрежедегі конкурстарда өнер көрсеткен болатын. Оқушыларым Ташкент, Стамбул, Дубай қалаларында өнер көрсетті. Және де онан бас жүлде, бірінші орын, екінші орын деген орындар алған болатын. Ал қазір біздің хордың өнерін тамашалайық. This is the ice cold with a shell mad with a white gold. This song the good girls and good girls, they masterpiece. Silent, violent, living it up in the city. Got a chunk song with sing along that kiss my side so pretty. Too hot, hot day for the police and the firemen. Too hot day. Make me dragon water retirement. Too hot day. Say my name, know who I am. Too hot day. My band rock and money break it down. Girls hit hallelujah, ooh. Girls hit hallelujah, ooh. Girls hit hallelujah, ooh. Cause Uptown Funk, I give it to ya. Cause Uptown Funk, I give it to ya. Cause Uptown Funk, I give it to ya. Saturday night in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe it, just watch. 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 Oh, stop. Wait a minute. Fill my cup with some liquor in it. Sing a swing, silent check. Julio, it's a church. Goes to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. We're gonna show up, we're gonna show up. Smooth that fast, just skip it. Too hot day. For the police and the firemen. Too hot day. Make me drive and want a retirement. Too hot day. Say my name and know who I am. Too hot day. Gonna bang about the money breaking. Қазіргі таңда медицина саласы вокалмен айналысудың адам денсаулығына оң әсер ететінін ғылыми тұрғыда дәлелдеп, бұл бағытқа ерекше мән бере бастады. Ән айту тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, сонымен қатар физикалық және психологиялық денсаулыққа пайдалы. Осы тұста вокалотерапия әннің емдік қасиетін пайдаланып, адам ағзасын жақсарту жолында тиімді әдістердің бірі ретінде кеңінен қолданылып келеді. Don't believe it, just watch. 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 Oh.
Өзіме келетін болсам, ән айтқанды өте қатты жақсы көремін. Тек қана сабақта жүріп емес, үйде де ән айтып жүремін. Ән айту арқылы мен балаларыма көптеген жақсы жағымды энергия беремін деп ойлаймын. Қазіргі таңда менің мақсатым ол өзімнің жеке авторлық әнімді шығару және де үлкен сахналарға шығу. Яғни алда үлкен проекттер күтіп тұр. Соған менде қазір дайындық жүріп жатыр. Яғни үлкен сахнаға шығу ол менің басты армандарымның бірі және де мақсатым. Қазіргі таңда мен тек қана каверлі әндерді шырқап жүрмін. Кейде шақыртулармен ән айтамын. Бірақ та өзімді жеке әнші ретінде үлкен сахнада көргім келеді. Біз не білеміз? Еліміздегі эстрада жұлдыздары туралы тың жаңалықтар топтамасына құлақ түрейік. Өткен аптада қандай әншінің музыкалық релиздері жарық көрді? Бірге көрейік. Әйгілі эстрада жұлдызы Жанар Дугалова кезекті туындысын «Мен қалам» деп лирикалық бағытта махаббат туралы ән арнады. Саған асықпайды, менен алыстайды, бір жандым бір сөндім. Ізіңнен қалған мұңға оранып, жолдан адаспашы, түннен қорықпашы, ұмытпа бір үйді. Заманауи бағытта ән жазатын әншілердің қатары артып келеді. Көрермендер назарына Әлішер Қонысбаев әрбір көйлек атты әнін ұсынады. Қабыл алыңыздар. Өзіңнің қарасына қарап жылындым ай, мен болсам ғашық болмап едім бұрын болай. Жаным бұрындым ай, жаным бұрындым ай. Сен киген әрбір көйлек құлпырады, түн болса да жылдырады, кездесер күн туады. Сыйлайын саған барлық сирен гүлін, сол ғой менің сүйгендігім, күттейін сыймен бүгін. Бара бер, Айри лақапатымен танымал заманауи әншімізде сүйікті көрермендеріне жаңа хит туынды арнады. Ендеше бірге тыңдайық. Көздің шамы сөнді, бөлме шамында әлсіз. Айтшы сен қайда болдың, мен қалғанда тым жалғыз. Таралады өтті, шараладың жүрегімді, ал мен шыдайым. Өйделерің ертегі, жымиғаныңда қаламаймын кеттім. Алаңдама бәрібір мен жоламайым, көңілімді өртедің сен. Тағы да назарымызға ілінген жаңа туынды «Аруым» жас әнші Думан релиз ұсынады. Бұл әнді кімге арнады екен? Ендеше экранның арғы жағында отырған көрермен плейлистіңізді жаңартуға таптырмас мүмкіндік. Сен ұқсамайсың басқаға, өзіңді босқа тастама, қолыңнан келеді бәрі білесің. Аруым мұңайма, суға жылайма, әр жаманның артынан бір жақсылық тумайма. Аруым мұңайма, суға жылайма, басқалардың сөзіне мән бермеші, жарайма, жарайма. Кінәлама өзіңді, саған ол керек емес. Бұл өмірде жаным ау, бәрі біз ойлағандай емес. Тыңдашы өзіңді, басқаға еліктеп керек емес. Бұл өмірде аруым, ешкім идеал емес. Аруым мұңайма, суға жылайма, әр жаманның артынан бір жақсылық тумайма. Аруым мұңайма, суға жылайма, басқалардың сөзіне мән бермеші, жарайма, жарайма.
Осымен біздің әуезді әнге толы бағдарламамыз да аяқталды. Бүгінгі шығарылымда біз көрермен назарына өңіріміздегі жас әнші вокалист, ерекше вокалотерапия бағытынан тәлімгер болып жүрген Айша бибімен сұхбаттасып, шығармашылығы жайлы танысып қайттық. Және өткен аптада шыққан музыкалық жаңа туындыларға тоқталып өттік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жылама себебі отбасың сенейді, кеше мұңайған ару ертең бәрін жеңейді. Аруың